Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қазан кебаб тамағын дайындайтын боламыз. Картошка етімізді дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға картошкаларымызды салфеткамен сүрте отырып салып шығамыз. Картошкамыздың қызарған жағын аудара отырып, толығымен қызарғанша қуырып аламыз. Толығымен қызарғаннан кейін майымыздан шығарамыз. Етімізді сол қызып тұрған майымызға салып, қуырып аламыз. Біраз уақыт суы тартылғанша отымызда ұстаймыз. Майымыздан шығарып аламыз. Қазанымызға аздаған майымызды қойып, етімізді салып шығамыз. Бетіне дәмдеуіштер сеуіп шығамыз. Үстінен картошкаларымызды қоямыз. Өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып, бетіне сеуіп шықсаңыздар болады. Су қоспай өз буына ыстаймыз. Отымыздың жылдамдығын азайтып, 1-1,5 сағатта пісіреміз. Пиязымызды домалақтап турап, бетіне әдемілеп қоямыз. Тағамымыз өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.